Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ешқандай жұмыртқасыз, сүтсіз, миксерсіз дайындалатын пирог дайындап көрсететін боламын. Ол үшін ыдысымызға алдымен барлық қою массамызды салып аламыз, ұнымызды саламыз, қант саламыз, артынан какао саламыз, сосын ас содасын саламыз. Қою массамыздың барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Құрамын, грамдарын толық описаниеде жазып қалдырғанмын, сол жерден көрсеңіздер болады. Араластырып алдық, енді барлық сұйық массамызды құямыз, су құямыз, артынан сұйық майымызды құямыз, аздап уксус саламыз, барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Барлығын бір келкі болғанша араластырып алдық. Енді листімізге салып, духовкаға жібереміз. Духовкада 160 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоюымыз қажет. Духовкаға жібердік, енді крем дайындайық. Бір ас қасық какаоға сливкиді аз-аздан құйып араластырып аламыз. Аз-аздан салып араластырғаннан кейін енді барлық сливкин құя берсек болады. 200 грамм сливки саламыз. Какаомен араластырып аламыз. Енді 50 грамм қант салып, оны да аздап араластырып аламыз. Енді сливкиді қоюланғанша миксерлеп аламыз. Мен кремге тек какао мен сливкиді қолдандым. Сіздер қалаған кремдеріңізді қолдана берсеңіздер болады. Ешқандай крем қолданбай, тек бетіне шоколадный глазур сүріп қоя салсаңыздар да болады. Бұл барлығы өз қалауларыңызға қарай. Міне кремімізді де дайындап алдық. Міне бисквитіміз дайын болды. Енді бұны суығанша қойып қоямыз. Әбден суы қажет. Суығаннан кейін бисквитімізді екіге бөліп, араларына крем жағып алдым. Екінші бисквитімді үстіне қойып, оның үстіне аздап қана крем жағып, шоколадный глазур құйып шықтым. Мен шоколадный глазурды ешқандай шоколад қоспай дайындағаным. Осы видеоның описаниясына шоколадты глазурды шоколадсыз қалай жасағаным туралы ссылкасын тастап кетемін. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Не көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі пирогтардан ешқандай айырмашылық жоқ, жұмсақ. Менің рецептім ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.